режиссер Робер Брессон идеяларыңды жасыр, бірақ көрермен таба алатындай етіп жасыр деген екен. Ең маңызды идеялар, ең жасырын идеялар. Қазақ киносы ұлттық идеологияны астыртын болса да, сонау 60 жылдары жылымық дәуірінен бастап насихаттай бастады. Қазақ халқының рухани діңгегіне айналу жолына түсті. Қазір де қазақ көрермені отандық экранға ұлттық және мемлекеттік негізді іздеп назар салады. Ендеше ел арна көрермендерін республика күнімен құттықтай отырып, бүгін біз кинодағы елдік идея мен символизм туралы айтамыз. Сананы деколонизациялау мен шынайы тарихты баяндауға ұмтылыс тәуелсіздік жылдарындағы көптеген фильмдерден байқалады. Сатыбалды Нарымбетовтың Көзімнің қарасы, Мұстафа Шоқай, Аманат, Сламбек Тәуекелдің Махамбет, Атажұрт сияқты фильмдері сол қатардан. Ал Көшпенділер, Жау жүрек мың бала, Қазақ хандығы, Томирис, Ұлы дала таңы сияқты фильмдер легі тарихи сананы таспалаудың талпынысы еді. Ұлан ғайыр атырап, ертіс пен еділдің, арқа мен Алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік Атажұрты. Қазақ хандығы хандықтың құрылу тарихын тірілткендей еді. Енді міне, тас түйін жұдырықтай жұмылған қалпыңда маған тағдырыңды тапсырып, ақ тіреумен хан көтердіңіздер. Ендігі қалған ғұмырымда қазақ халқына қызмет етуге бағыштап, Керей ханның қасиетті жолын жалғастыруға ант етем. Алаш! Алайда бүгін біз тарихи сананы тікелей емес астарлай жеткізген шығармаларға назар салмақпыз. Қазақ даласына кино кеңес дәуірінде келді. Кино өнерін дамытуға Кеңес одағы өз саясатын насихаттау үшін мүдделі болғанымен, 60 жылдардан-ақ кино экраннан ұлттық негіз, ұлттық тарих туралы айтыла бастады. Абдолла Қарсақбаевтың «Қилы кезең» фильмі. Ақиық актер Ыдырыс Ноғайбаев сомдаған комиссар Байтенов өкімет тапсырмасымен жүріп таңбалы тастар маңына бөгеледі. Бұл суреттерден келетін бір пайда бар ма? Бүгін күні бойы осымен әуре болдық. Босқа уақыт өткізудің не қажеті бар? Бұл бұрынғы ата-бабамыздың із. Болашақ өткеннен басталады, Күрішбай. Өткенді білмей, болашақты білмейсің. Қилы кезең солайша қазақ тарихы Қазан революциясынан басталады деп үйреткен кеңестік идеологияға қарсы жүзіп, астарлап ұлттық жадына тірілткісі келеді. Фильмге лейтмотив ретінде Елімай әнінің таңдалуы да тегін емес. Композитор Нұрғиса Тілендиев қазақ тарихындағы ең бір мағыналық қабаты бай әнді қолдану арқылы қызыл саясаттың қысымына сілтеген. Жауыздар, қарғыс атсын сендерді! Амангелді сияқты алғашқы фильмдерде кеңестерге жау болған алашордалықтар мазақ етілсе, Қилы кезеңде Жүніс Батыр Асқақ сөзі ірі. Мелі қалқам шырылдаған бозторғай сияқты, құмайдың құлқынына түсіп кетпесе, ол да шарықтап кең дүниеде ұшар еді ғой. Жүністің Байтеновке тағатын айыбы да тым заманауи, уақытынан бұрын айтылғандай. 16 жылы ақ патшаға қарсы халықты көтерген кезімде сен де менің отрядыма кеп қосылдың. Онда халқыңды сүйетінсің, Тоқтар. Жазалаушылардан көп адамды құтқардың. Ол кезде екеуміз бірге едік. Ал қазір сен кімсің? Басқыншылармен бірігіп халқыңа қарсы шықтың. Кинодағы кейіпкер идентификация нүктесі. Біз саналы не бейсаналы түрде олардың мінез құлқын, іс-әрекетін қайталаймыз, ойларын да меншіктеуіміз мүмкін. Кейбір кейіпкерлер жекелеген топ, не тип қана емес, бүтін бір ұлт, дүниетаным, философияны экранда тірілтеді. Шәкен Айманов түсірген «Атамекен» фильмі қазақ даласын зерттейтін археолог ежелгі шаһардың орнын табады. Құдай біледі бұл. Оқса, талай ғалымның арманы болған тарихи қала.
Бұл көрініс арқылы режиссер қазақ тарихының жердің үстінде ғана емес, астында да уақытқа жұтылғанын меңзейді. Ал ұлттық сана мен әдет ғұрыпты Елубай Өмірзақовтың сомдауындағы ақсақал оның соңынан құлдыраңда ерген баян сақтаған. Ерте заманда адамға атты 2 рет қояды екен. Бірінші атты туғанда береді. Содан кейін ол өседі, ер жетеді, үлкен ерлік жасайды. Сонда туған туысқандарын жинап той жасайды да, ер деп 2-ші ат қояды. Ол деген үлкен атақ. Атам айтады, әкеңнің сүйегін туған жеріне әкеп жерлесең, балалық парызыңды өтейсің. О да ерлік дейді. Қазақ танымында тарих уақыттың ғана емес, ұрпақтардың ұлы көші, жіпсіз жалғастығы. Ал адам өзінен әлдеқайда үлкен ауқымды дүниенің бөлшегі саналады. Яғни тарих құжатта, мұрағатта ғана емес, бәріміздің бойымызда, қанымызда, жадымызда. Кеңес одағының қиянатшыл саясатын астарлап болса да сынау 80-ші жылдары жалғасты. 1981 жылғы Амангелді Тәжібаевтың ақырғы аманат фильмі, Тұңғышбай Жаманқұловтың жарқылдай сомдауындағы ораз мерген. Фильмде Тәңіртау қазақ халқының моральдық, рухани байлығының символына айналады. Есіңде сақта, Досмұхамед. Мына жатқан даладан хан Тәңірі қаншама биік болса, ер менездің, көсем мен тобырдың айырмашылығы да жер мен көктей. Хан Тәңірінің басына тұлпардың да тұяғы тиген жоқ. Ал мына қу даланы шошқада таптап жүр. Ұлттық сана тәуелсіздік алғанда бірақ сәтте пайда болған жоқ. Ол кеңес дәуірінде партияшыл болып көрінгенмен, түкпірінде келіспеушілік тұнған фильмдерде қайнап жатты. Қарсақбаевтың «Бандыны қуған Хамит» фильмінде де қызыл әскер Хамит қана емес, оның қарсыласы банды Құдіренің өзі тартымды хас батыр ретінде кейіптелген. Қызыл әскер батырсың. Ал мен еркін даланың батырмын. Мені бағындыратын өкімет жоқ болмайды. Ең үлкен байлық уақыт, ең үлкен құндылық еркіндік. Сол себепті адам рухының азаттығы әлемдік киноның ең маңызды тақырыбы. Адамды қоғамға, заманға, жүйеге қарсы қоятын ұлы туындылардың бәрі осы тақырыпты тұздық етеді. Ал оның қазақ киносындағы көрінісі қандай? Қазақ киносында еркін адамның образын кейіптеген фильмдер галереясы қалыптасты. Ақырғы аманаттағы ораз мерген, аңшыдағы аңшы, жат фильміндегі Ильяс, талант фильміндегі Керім сияқты кейіпкерлер қоғамнан ғана саяқ жүрген жандар емес, жүйеге бағынбаған, басы ноқтаға сыймайтын қазақы рухтың кейіптелуі. Әлемнің ең ұлы фильмдерінің бәрі балталасаң да айырылмайтын, қарағайға қарсы біткен қарсы бұтақ, жүйеге қарсы тұрған адам туралы. Ал жүйеге қарсылық көшпелі қазақтың ұлттық пәлсапасы тұрмыс тіршілігінде тұнып тұр. Ешқандай сырттан жапсырған билікті мойындамайтын, құрметті де, қызметті де ар жолымен қылатын еркін жұрттың рухы. Қазақ киносы қашанда бейнелеу тілінің байлығымен ерекшеленген. Қазақ экранында метафора, аллегория мен ойлау басым. Серік Апрымовтың «Аңшы» фильмі қазақ пен бөрінің тылсым байланысын экранға әкелді. Бұл ұлт құраушы миф түзудің заманауи үлгісі болатын. Мына өзеннің жағасында кеше бір із көрдім. Арланның ізін ұқсайма қалай. Бір қызығы батпақта баттиып 5 тырнақтың ізі жатыр. Ал бұл жақтың қасқыр емес. Малшылардың айтуынша 6 айдан асып келген көрінеді. Сен өзіңді 6 айдан емессің бе? Тогда в ауле говорили. Сол кезде ауылда аңшылыққа үйретпейді, аңшы болып туылады деп айтатын. Неге? Өйткені кез келген аңшылық ол өліммен байланысты. Ал аңшы болу үшін адам іштей дайын болу керек.
Оның өз ұстанымдары, өз қағидалары бар. Қазіргідей қару сатып алып тікұшақтан ата бермейді. Ол кезде аңшылар басқа болатын. Мен фильмде сондай аңшының образын көрсеткім келді. Аңшы айтқандай, түркілердің мифологиясында біз қасқырдан тарағанбыз. Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмінде де осы идея визуал тұрғыда шыңына жетеді. Құртқа ене келін үшеуінің параллелі арқылы халықтың түп анасы образы кристалданып шығады. Келін дүниеге сәби әкелгенде ене құртқаны сауып, сүтін нәрестеге береді. Яғни бұл үштік берісі қазақ, арысы түркі әлемінің архетиптік анасы. Бөрімен және сонымен бірге табиғатпен түсіністік тақырыбы Ермек Тұрсыновтың «Шал» фильмінде де бар. Мұндағы шал мен құртқаның арбасуы тек қана текетірес емес, түсіністік, құрмет, сыйластық. Адамның бойынан өзіне теңдес рухты көргенде көкжал да құрмет білдіреді. Аңыздарға сенсек, мифологияға бүкіл түбіміз сол қасқырлардан шықты. Ол бір, екіншіден қасқыр ол символ ғой. Бостандықтың символы, азаттықтың символы, тәуелсіздіктің символы. Келіннің слоганын былай келтіруге болады. Ана бәрінен де жоғары. Мысалы, шал. Адамды өлтірсең де жеңе алмайсың. Қазақ экран эстетикасының ерекшелігі онда көп астарлы ой, метафоралар, жануарлар арқылы жеткізіледі. Сатыбалды Нарымбетовтың «Аманат» фильмі. Қазақ даласында патшалық Ресей қанатын жая берген сайын жылан да бүркіттің ұясын торлайды. Ал көкте шарықтаған қыран құс Кенесарының қазақ рухының символы. А вот она истина. Моя истина. Степь, которую росили своей кровью наши предки. И кровью отбил у врагов мой дед Аблай и оставил нам как аманат, за которую я готов голову сложить. Вот правда, ведущая к святой истине. Кенесарының соңғы жорығы қанды соғысты Сатыбалды Нарымбетов қып-қызыл түтін арқылы жеткізген. Қызыл тұман сейіле бере, балбал тастың маңынан мойнында қоңырауы бар құлын шұрқырай шауып өтеді. Құлын даусы шыққан тарих қоңыраулатып есігімізді қағып тұр. Өз өткенімізге ояу болайық дейді режиссер. Бірден көз алдымызға «Қыз жібек» фильмі келеді. Өлім құшқан төлеген, иесін қимаған Ақбозат. Ақбозат кадрдан шығып кеткенде жалғызсырап қалған балбал тасты байқаймыз. Бекежан төлегенге топырақ шашады. Балбал тас соның тірі куәгері. Қайран қазағым-ау, дүниеден алар бар еншің осы мет. Бекежан бұрылып жөніне кетеді. Камера төмен жылжып балбалға төнеді. Балбалға қайталай акцент қою арқылы режиссер мен оператор бұл хикаяның тарихи ғырына назар аударғысы келгендей. Қазақ киносындағы әлем адамға ғана тиесілі емес. Дүние деген 18 мың ғаламның үйлесімі екенін күллі адамзат ұмытса да қазақ киносы ұмытпаған. Мұнда кейіпкерлердің жай-күйі жан-жануарлар әлемімен параллель арқылы өрбиді. Ал кейде оқиғаның ілгерілеуін де кадрдағы адамдарға емес, жан-жануарларға қарап танисыз. Қаршыға, ял-яр, көштің бетін атамекенге бір құз. Ау, халайық, көшті атамекенге бұрыңдар. Сырлыбайдың назарымен жібектің көңілі төлегенге бұрылған соң Бекежан ойланып қалған. Қара жылан сумаң ете қалады. Асанәлі Әшімовтың аңызға айналған Шоқан фильмінде патшалық Ресей саясатына көңілі суыған Шоқан ордалы жылан ортасында отыратын. Әр жыланнан ресейлік шенеуніктің бірін көреді. А что, если перевоплотившись, этот змеиный клубок шипит теперь на другой вершине? Вершине власти. Дәрежан Өмірбаевтың «Студент» фильмінде міз бақпайтын кейіпкерлердің жан дүниесіндегі төңкерістерді телеэкрандағы бейнелерден байқар едік.
табиғат туралы деректі фильмдерді жиі көретін бас кейіпкердің жан дүниесі де жыртқыш әлеміндегі жануардай. Ол өмір сүретін қала тастан соғылған джунгли. Үйлесім сабақтары оқ атылды. Кімге? Түсініксіз. Жауыңғыртты сүйреген құмырсқалар бізге әлде кімнің құрбан болғанын айтады. Ал Асланның психикасындағы өзгерісті біз оның тарақандарды жауапқа тартатын көрінісінен байқаймыз. Сегодня просто историей не поразишь. Бүгінде оқиғамен таң қалдыра алмайсың. Өлтіру, ұрып соғу деген экранда онсыз да көп. Бірақ көркемдік шешім арқылы әсерлі дүние жасауға болады. Мысалы, тарақандарды электр стөлінде қинайтын Асланның әрекеті жағымсыз әсер тудырады. Мұндай қадамға баратын баланың психикасы бұзылған деп ойлайсыз. Суреткерлік шешім міне осындай образдар арқылы ашылады. Әдетте кино әдемі болу керек деп жатады. Кейде керісінше, кинода адам өзін жайсыз сезінуге тиіс. Мәриям фильмі. Үйден безген еркек, балаларға азық таба алмаған әйел. Мемлекеттен жәрдемақы алу үшін бөтен адамды күйеуім деп жерлеген Мәриям. Келесі кадрда жыбырлаған құмырсқаны көреміз. Мәриямның бар тіршілігі осындай, өлместің қамы ғана. Тәуелсіздіктің де, тәуелділіктің де бағасын бір білетін халық болса, ол қазақ. Экранда еркіндікті метафорамен сипаттай алған халық әрине бодандық пен бағыныштылықты да киноның көркем тілімен жеткізе алады. Жат фильмінде әйнекке қамалған адам бейнесі арқылы бодандық идеясы жеткізіледі. Қоғамға мойынсұнған Ильяс қой соңында ілбіп барады. Ол қоғам тозағына солай түсті. Жапырақтары сарғайған күзгі ағаш, қараушы жастығы көз алдында сырғып өткен әйел. Әлемнің бұлай енжарлығы фильмі Динара Бақтыбаева сомдауындағы бас кейіпкердің қоғам құрбаны екенін жиектеуден де көруге болады. Терезе ішінен түсірілген қыз терезе сыртында ілбіп барады. Шыныға қамалған көбелек, терезеге қамалған қыз. Бір кадрда бір емес, бірнеше қабат метафора. Фильмнің соңына қарай біз қызды қожайындар кеңсесінде көреміз. Әлденеге кіжінген кәсіпкер. Бір бұрышта бұғып отырған қыз. Камера аквариумның сыртына қойылған. Бөлмедегі еркектердің бәрі біртіндеп шығып кетеді. Қимылсыз отырған жалғыз қыз. Аквариумдағы жалғыз балық. Қыздың шарасыз күйі солай меңзелген. Ең көп еркіндігі шектелген жан қазақ әйелі. Ол туралы өткен ғасырда Алаш арыстары да жазды. Қазақ даласындағы әр адам бақытқа лайық болғандықтан жазды. Бұл тақырыпты бүгінгі режиссерлеріміз де көтереді. Осындай рәуіштегі метафора Шарипа Оразбаеваның Қызыл анар фильмінде де бар. Көршісі аманаттап қалдырған аквариумдағы балықтарды өлтіріп алған анар жалғыз балық сатып алады. Өзінің күйі де сол қамаулы балық іспетті. Мен өз фильмдерімде шынымен де метафора арқылы, символизм арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеткім келген. Осы Қызыл анарда да осы балықты алдым. Өйткені жаңа аквариумдегі балық ол әйелдің өзінің бейнесі ретінде көрсеткім келді. Мысалы, соңғы кадрда да бар ғой, оны кеңістіктегі суға жібереді. Ол өзінің бір жан дүниесін жібергісі келді. Бірақ ана ер адам бәрібір де оны ұстап алып, қайтадан аквариумға салып қойды. Ер адам бәрібір де әйел адамды қайтадан қапасқа салып қояды деген сияқты бір мәнге ие болды. Қазақ киносында үнемі қайталанатын образдар бар. Қазақтың символына айналған шаңырақ, киіз үй, бесік. Режиссерлер жекелеген шаңырақ не киіз үйді көрсете отырып, бәріміздің ортақ үйіміз, атамекеніміз, отанымыз туралы айтады. Ал нақты фильмдегі бесік бүкіл халықтың болашағына меңзейді. Шың басындағы Шынар фильмі, Аязда, Айдалада қалған үшеу. Оспадарлау Сағит қолына түскеннің бәрін отқа тастайды.
бесікті де тастап жібергенде Карпов араласады. Бесікке қол көтерген кімді көрдің? Поставь сейчас же на место, слышишь? На колыбель ни у кого еще никогда не поднималась рука. Никогда. Ни теперь, ни раньше. Саясаттың салқыннан сезіктенген қазақ киносында қашанда үлкен көршімізді жағымды етіп көрсететін мезірет бар. Бірақ бесігін отқа тастауға дайын сағиттардың да арамызда жүргенін қалай жасырайық. Балалық шақтың кермек дәмі фильмінде су бетінде қалқыған шаңырақты көреміз. Сұрапыл сұржекей, қаңырап қаңқасы ғана қалған киіз үй, жалғыз жаулық желбірейді. Шаңырақ, бесік, үй бұйымдары, Кеңес одағының қазақ өмірін қиратқаны туралы шешен образдар. Түнгі Құдай фильмі, жанып қаңқасы ғана қалған киіз үй, қазақы әлемнің реквиемі. Серік Апрамовтың Бауыр фильміндегі балада символ, қазақылық символы. Қазақ болу шапан кию мен атқа шабу емес, одан гөрі мағыналы ар-ұждан кодексіне сай әрекеттер тізбегі. Тірі мен өлінің алдындағы жауапкершілік аруақтың мойнында қарыз қалдырмау. Я сделал главным героем именно мальчик. Басты кейіпкерді мен барлық салт дәстүрді ұстанатын кішкентай бала кейпінде көрсеттім. Онымен қазақтарға сендер дүниенің соңында жүріп бәрін ұмытып кеттіңдер деп айтқым келді. Ал ол кішкентай балаға дәстүрден басқа ештеңе қажет емес. Сол арқылы ересек адамдардың ұятын оятқым келді. Тарих сахнасына шығып жал күдіреткенім болмаса, арыстан рух халықтікі деген екен Уинстон Черчилль. Қазақ киносы да Томирис, Керей мен Жәнібек, Абылай мен Кенесары болып танылғанмен, бөрі рух халыққа тиесілі. Келесі киноскопта кездескенше.